Сол Алланың алдына сау жүрекпен барайық. Ешкімнің гарантиясы жоқ ұзақ өмір сүруге. Мен ертең бүйтіп не қыламын деген, бағана айтты ғой, қабір ертең істейін деген адамдарға толы. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ва ин қамати саату, қиямет орнап жатса, ва фи яди ахадикум фасилатун, сендердің қайсы бірлеріңнің қолдарыңда кішкентай бір шыбық болса дейді, ин истата ан яғрисаха фал яғрисаха дейді. Шамасы жетсе, сол қолындағы шыбықты егіп кетсін дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Күн батыстан шығып жатыр, әлем астан кестен болып жатыр, жердің бәрі зілзала, қиямет орнап жатқан кезде дейді, кімнің қолында шыбық болатын болса, соны егіп кетсін дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Қызық. Осыны көп адам түсіне алмағанша, қалай ол дейді да, қиямет орнап жатса, ол талдың не пайдасы бар дейді да, дұрыс па? Талды неге егеміз біз өзі? Анау ертең өссін, адамдар саясында отырып сауап алайын, анаң әрбір жапырағы тасбих айтады, әрбір құс келіп оны паналайды, жемісін адам жейді, садақасын алам мен деп егеміз ғой. Анау қиямет орнап жатқандағы ол өспейді да, ол егіп атсың, әлем қирап жатыр ғой. Десе, былай екен ғой оның шарқы, түсіндірмесі. Шарықтаған адамдар айтты, не дейді? Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам былай деп айтты дейді: әркім өзінің әр күніндегі соңғы жақсылықтарын жасап кетсін дейді. Өйткені адамның дүниеден өтуімен оның қияметі басталып кетеді дейді. Анау күннің батыстан шығуын күту шарт емес дейді. Сіздің дүниеден өтуіңізбен сіздің қияметіңіз басталып кетеді. Сол басталып кетпей тұрып, бар қолыңнан келетін жақсылықты не істеп кет дейді? Жасап кет дейді. Көрдіңіздер ме? Қолымыздан келетін бар жақсылықты жасап, жүректі тазалап, бауырларымыздың арасындағы мейірімге, ауызбіршілікке, елдің ынтымағына жұмыс жасап, осы мұсылманшылықтың дамуына үлесімізді қосып кетсек, Алланың алдында жүзімі жарқын болып тұруы. Алладан біз соны күтеміз иншалла. Тыңдағандарымызға Алла амал қылуды нәсіп етсін, амалдарымызда ықыласты болуды, баршамыздың амалдарымызды Алла Тағала қабыл етсін.